Essential Grammar 8-ші unit бүгінгі тақырып present simple мен present continuous'тың айырмашылығы. Біз білеміз, present continuous деген ол дәл қазір жалғасып жатқан іс-әрекет. Present simple ол дәл қазір болмауы мүмкін, бірақ жалпы шындық. Сондай іс-әрекеттер. Енді мына жерде бізде мысал келтірген, оны пока оқымай тұрайық. Мына жерде мына сурет бізді қызықтырады. Мына жерде present continuous, оның формуласын білеміз, бастауыш am is are, сосын етістік ing. Енді оның қай кезде қолданады? Мына жерде бізде I am doing деп тұр, мен істеп жатырмын. Now, дәл қазір. То есть ол іс-әрекет дәл қазір жалғасып жатыр. То есть ол бір уақытта басталған және бір уақытта бітеді. Бұл сол процестің ортасында тұрмыз. Енді present simple ол бізде оңай, бастауыш және баяндауыш, егер болымды болса. Ол бізде дәл қазір болмауы мүмкін. Бірақ ол бұрын да, болашақта да, и қазір тоже шындық. Мен мысалға I work every day from 9 to 5:30. I work every day. Мен жұмыс істеймін күнде from 9-9-дан to 5:30, 5:30-ға дейін. Мен дәл қазір жұмыс істеп жатқан жоқпын, мен жалпы бұрын да осылай жұмыс істегем. Қазір де солай істеп жатырмын. И болашақта да солай істеймін. То есть бұл жалпы шындық іс-әрекеттер. Дәл қазір болмауы мүмкін. Енді бізде мынақта етістіктер бар, который present continuous пен қолданылмайды. We don't use. Мынаны қолдана алмайсың. Бізде ол етістіктер, который іс-әрекетті айтпай, то есть іс-әрекеттегі мағынаны бермейді. Іс-әрекет емес, бұл или состояние, то есть адамның состояниесі, немесе сезім. Мысалы, like пен ing қолданылмайсың. Like деген жақсы көру, ұнату. Love, жақсы көру, want, қалау, know, білу, understand, түсіну, remember, еске түсіру, немесе есте сақтау. Depend деген біреуге тәуелді болу, бірдеңеге тәуелді болу. Prefer деген предпочитать, бірдеңені қалау, таңдау жасау. Hate жек көру, need қажет болу, mean мағына беру, believe сену, forget ұмыту. Осы етістіктердің барлығы іс-әрекетті, то есть физически сен іс-әрекет істеп жатқан жоқсың. Сен бұл жерде бір состояние, немесе сезім болып тұр сенде. Физически іс-әрекет емес. И мына жерде I'm tired, I want to go home. I'm wanting to go home емес. I want to go home. Егер сен дәл қазір қалап тұрсаң да, мына жерде want деген қалау ғой. Мен дәл қазір қалап тұрмын емес, бұл да всегда present simple'ды қолданамыз. Енді мына жерде бізде тапсырмалар бар. Бірінші тапсырма, мына жерде сұрақтарға жауап беру керек. Мына әйел, 2-ден бастайға, мына әйел бізде айтады I'm a bus driver. Мен автобус водителімін, то есть мен автобус айдаймын. Is she driving a bus? Ол дәл қазір автобус айдап отыр ма? No, she isn't. Енді does she drive a bus? Ол жалпы автобус айдай ма? Yes, she does. Жалпы айдайды. What is she doing? Дәл қазір не істеп жатыр? She is playing the piano. Енді үшінші. I'm a window cleaner. Мен терезе тазалайтын адамын. Ол дәл қазір терезе тазалап жатыр. Енді does he clean windows? Ол жалпы. Дәл қазір емес, жалпы терезелерді тазалай ма? Yes, he does. Енді is he cleaning the window? Дәл қазір істеп жатыр ма? Yes, дәл қазір де істеп жатыр. Yes, he is. Енді what is he doing? He is cleaning the window. Енді мына жерде екі адам we are teachers дейді. Біз мұғалімдерміз. Бірақ дәл қазір сабақ беріп жатқан жоқ, телевизор көріп жатыр. Енді are they teaching?
дәл қазір сабақ беріп жатыр ма? No, they aren't. Do they teach? Олар жалпы сабақ бере ма? Yes, they do. Енді, what do they do? Олар немен айналысады? Олардың what do they do деген есімізде бар, жұмысы қандай? They are teachers. Okay? Енді, мына екінші тапсырма. Complete the sentence with am, is, are, немесе do, don't, does, doesn't. Осы екеуінің или мыналар осылардың біреу. Или present continuous, или present simple. Қазір ситуацияға қараймыз. Екінші, where is Kate? Kate қай жақта? I know. Know деген білу. Білу деген бізде состояние, ол іс-әрекет емес. Сол үшін бізде don't болады. I don't know. Мен білмеймін. Енді, what's funny? Что смешного? Не күліп атсың? Да? Күлкілі не көріп тұрсың? Why? Неге? You laughing. Сен күліп атсың. Күлу деген физический іс-әрекет. То есть, денеңмен күле аласың, да? Істей аласың оны. Поэтому болады why are you laughing? What your sister do? Сенің әпкең істейді. She's a dentist. Ол бізде дантист. Енді, бізде мынақта профессиясын айтып жатыр, значит, бізде present simple болады. What does your sister do? Енді, it raining. It қазір жаңбыр жауып жатыр, дәл қазір. It is raining. I want to go out in the rain. Қалаймын шығу жаңбырда. Да, бізде болымсыз болады. I don't want. Мен қаламаймын. Want деген бізде қалау, ол физический іс-әрекет емес, сол үшін don't болады, present simple болады. Where, қай жақта? You come from. Сен келдің. Канада. Сен қайдан келдің? Where do you come from? Where do you come from? Сен қайдан келдің? То есть, ты откуда? Сен қай жақтансың? Мен Канададамын. How much? Қаншалықты көп, да? Бағасы. It cost. Бағасы тұрады. To send a letter to Canada. Жіберу үшін хатты Канадаға. Енді, дәл қазір тұрып жатыр емес, жалпы тұру. Да, cost деген нәрде, кажется, жаңа неде бар, еще. Жоқ, нәрде жоқ екен. Ну ладно, бұл состояние, бұл физический іс-әрекет емес, cost деген бағасы болу. Жалпы бағасы қандай. Енді, how much does it cost to send a letter? Steve is a good tennis player. Steve жақсы теннис ойнаушы. То есть, ол жақсы теннис ойнайды. Бірақ ол play very often. Ойнайды өте жиі. Өте жиі ойнамайды. But he doesn't. Нәрде жиі деп тұр? Often. Often деген, значит, ол қайталанатын іс-әрекет. Егер бізде іс-әрекет қайталанатын болса, и жалпы шындық болса, значит, ол бізде present simple болады. Present simple, поэтому жерде doesn't болады. Енді, мына жерде бізде мынандай тапсырма бар. Үшінші, мына сөйлемдерді present continuous немесе present simpleға қою керек. Дәл қазір болып атқан іс-әрекет немесе жалпы шындық. Дәл қазір болмауы да мүмкін. Окей? Көрейік. Төртінші, listen, тыңда. Somebody, біреу, sing, өлең айту. Тыңда болса, значит, дәл қазір болып жатыр. Somebody, ол бір стук, бір адам. Значит, somebody is singing. Біреу өлең айтып жатыр. Тыңда, біреу өлең айтып жатыр, дәл қазір. Енді, Sandra is tired. Sandra шаршап тұр. She want to go home now. Бару үйге дәл қазір. Дәл қазір болып жатқан іс-әрекет, бірақ want деген қалау, ол бізде физический іс-әрекет емес, поэтому ол болады present simple. She болған үшін s қосамыз. She wants to go home. Енді, how often, қаншалықты жиі, you read a newspaper. Often деген бізде қайталанатын іс-әрекет туралы, жиі деген сөз. Значит, how often do you, сұрау болған үшін do алдыға шығады. Do you read a newspaper? Excuse me, кешірім сұрайын. Бірақ, you sit in my place. Сен отырсың менің орнымда. Oh, I'm sorry. Кешіріңіз. Енді, менің орнымда дәл қазір отырсың. Жалпы менің орнымда отырсың емес, дәл қазір менің орнымда отырсың. Значит, you are sitting
екі т болады. In my place. Дальше. I'm sorry. Кешірім сұраймын. I not understand. Мен түсінбеу. Да? Мен емес түсіну. I not understand. Енді understand деген бізде физический әрекет емес. Сен оны, ол сезім немесе состояние. Поэтому ол present continuous болмайды, сол үшін present simple істейміз. Not деген болымсыз. Present simple'да болымсыз. I мен don't but I don't understand. Келесі. It's late. Кеш болды. I go home now. Мен бару үйге қазір. Мен қазір үйге баратырмын. I am going home now. Мен баратырмын үйге now. Қазір. You come with me. Сен бару менімен бірге. Сұрақ. Бару деген бізде физический әрекет. Дәл қазір сұрап отыр. Дәл қазір барасың ба? Сен барасың ба менімен бірге? Are you coming? Are you coming with me? Келесі. What time? Қай уақытта? Your father, сенің әкең, finish work every day. Every day қайталанатын әрекет. Значит, present simple болады. What time? Сұрау сөйлем. Енді do немесе does болу керек. Your father, ол he, бір адам. Поэтому будет does your father finish. Келесі. You can turn off the radio. Сен can деген істей алу. Turn off, өшіру the radio, радионы. Радионы өшірсең болады. I not listen to it. Мен тыңдамау оны. Тыңдамау, значит, мен дәл қазір тыңдап отқан жоқпын. Дұрыс па? Мен жалпы оны тыңдамаймын емес. Мен дәл қазір тыңдап отқан жоқпын. I am not listening. I'm not listening to it. Келесі. Where is Paul? Paul қай жақта? In the kitchen. Кухняда. He cooks something. Ол пісіру бірдеңе. Егер ол кухняда болса, значит, ол дәл қазір пісіріп жатыр деген сөз. He is cooking something. Дальше. Martin not usually drive to work. Әдетте айдамайды машинаны жұмысқа да. Әдетте, значит, қайталанатын. Қайталанатын болса, бізде present simple болады. Martin doesn't, да, not болған үшін отрицание болады. Doesn't usually drive to work. He usually, тағы да қайталанатын әрекет. He usually не істейді? Walks. Келесі. Sue not like coffee. Ұнатпайды кофені. Енді like деген бізде ол всегда present simple болады. Себебі ол физический әрекет емес. Ұнату ол бізде состояние. Сезім, да? Сезім немесе состояние. Sue doesn't like coffee. Prefer. То же самое. Prefer тоже қалау. Ол бізде әрекет емес. Ол бізде состояние. She prefers. S қосамын, себебі she болып тұр. T. Окей, бүгінгі сабақ осы. Келесі сабақта кездескенше.